Бүгін 25 күнге менде кішігірім мнение пайда болды. Штутгарт пен Хайденхайм ойнайды екен. Штутгарт 56 гол соғып, өзіне 50 гол жіберіп, 41 очкомен 11-ші орында тұр екен. Хайденхайм 32 гол жіберіп, 32 гол соғып, 60 гол жіберіп алған, 22 очкомен 16-ші орында тұр. Жалпы Штутгарттың гол соққыш, голды жіберіш команда екен. Хайденхайм болса 32 гол соғып, 60 гол жіберген. Штутгартқа Хайденхайм қонаққа барады, өз жерінде тұрып 56 гол соққан команда Хайденхаймнан жеңіліп қалады деп ойламаймын. Кем дегенде 1,5-нан көп гол соғатын шығар. Бүгінге кішігірім осындай мнение пайда болды. Жігіттер, сәттілік. Ең бастысы ойынның соңына түсіп, ойынның соңына түсіп кетпеңіздер.